Yemi al-hadisul 20, 20 hadis. An Abi Sa'id Uqbah ibn Amr al-Ansari radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna mimma adraka an-nasu min kalam an-nubuwwati al-ula idha lam tastahi fasna ma shit. Rawahu al-Bukhari. Sahih hadis. Abu Mas'ud Uqbah ibn Amr Badri radiyallahu anhudan riwayat. Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem aytты. Adamlardan arasında murdattan beri peygamberlerden saqtalып қалған bir söz var. Al söz, eğer uyalbasan қалаған işini жасай бер. Бұл hadisті дағы өте тура түшүнүш керек. Кейбірлер қалағаныңды жасай бер деп шариатта айтылып тұр ғой деп, жасаса бола береді екен де қалағаныңызды деп нәпсіні қойып жібергендер бар. Енді бұл хадисті қандай түшінеміз? Сөзсіз біз алымдардың шархына, алымдардың түшіндірмесіне қайтышымыз керек. Болбосын болды. Бұл сөз ақырқы пайғамбарға шейін жетіп келді. Сөзі қысқа болғанымен пайғамбарымыздың хадистері өте маңызды хадистер. Егер ұялбасаң, қалағаныңды жасай бер деген сөзге қарата алымдар төмендегі мағынаны берішеді. Адамдың амалы, іш әрекеті екі авалда болады. Ұяла тұрған нәрселер, ұялбай тұрған нәрселер бар. Ем ұяла тұрған нәрселер қайсылар? Бұлар арам нәрселер, макрух нәрселер. Ұялбаған нәрселер қайсылар? Ваджиб, Аллах бұйырған парыз ибадаттар, нафил ибадаттар, Аллах бұйырған бұйрықтар. Мына сондықтан адамдар жасай тұрған рұқсат берілген амалдар бар, аны жасауға тыю салынған амалдар бар. Ида лам тастахи фасна ма шит. Егер ұялбасаң, қалағаныңды жасай бер. Бұл хадисті сыртқы мағынасына қарап түсіне тұрған болса, қата түсінеді. Бұл жерге ішкі мағынаға қарап тұрып түсініш керек. Кейбірлер сыртқы мағынасына қарап түсінеді таған, қалағаныңды жасай бер, бола береді екен анда дейді. Бұл хадисті екі мағынада түсіндірушеді. Же үш мағынада түсіндірушеді. Бізге екі мағынасы керек, ошол жетішті. Біріншісі, бұл сөзменен қорқытып жатады. Мұсылманды қорқытып жатады. Фәмән ша фәлиюмин ва мән ша фәлиякфур. Кім қаласа мұсылман болсын, момын болсын, кім қаласа кәпір болсын. Бұл қорқытып жатады. Бұл дегені қалағанша жүре бер деген. Иманды таңдасаң, мына құтыласың. Егер иманды таңдабасаң, кәпір болсаң, тозоқ саға даярда қойылған деген. Ұялбасаң, анда қалағанын жасай бер, іштей бер деген мағына емес. Ошол іштеген амалыңа жараша, жасаған амалыңа жараша жазаң бар деген. Сен қалағаныңды жасап отасың, бирок бұл нәрсеменен сен құтылып қалбайсың, сөзсіз азабын тартасың бұл нәрсені деген. Мына Аллах Таала айтады: "И'малу ма шитум." Қалағаныңа жасағыла, "Иннаху бима та'малуна басир." Ал бар нәрсені көріп тұрады дейді, біліп тұрады. Жасаған амалдарыңарды барын көріп тұрады. "Фa'буду ма шитум мин дуни." Аллах Тааладан башқа нәрселерге сыйына бергіле. Бирок сөзсіз жазасы бар, азабы бар деген. Сілер қалағаныңарды жасап, өз қалауларыңарға ташталып қойбайсыңар. Уятсыздық қылып дейді, іштеген амалыңды жазасыны ертең сөзсіз жазасын көресің деп қорқытып атады. Бұл жерде қайра ұяттуулыққа, ұялуға чақырып жатады хадисте. Екінші мағынасы қауар мағынасында келе жатады. Қауар беріліп атады адамдарға. Қауар мағынасында егер ұяттуу болбосо, қалаған жасай береді адам баласы. Болбосо қалағанын жасай береді. Деген мағына бұл қауар мағынасында. Мынау сондықтан исламдағы ұялу деген бұл өте жоғары. Иманның бір бұтағы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Ал-иман бидун ва саб'уна ва бидун ва ситтуна шу'батан, фафдалуха қаулу ла илаха иллаллах ва аднаха имататул азан ат-тариқ вал хая шу'батун минал иман." Имандың 70-тен же 60-тан көбірек бұтағы бар дейді. Ең жақсысы ла илаха иллаллах. Ең төмені жолдығы тикенді, зиян берген тикенді алып таштау дейді. Вал хая шу'батун минал иман. Ұяттулық имандан дейді. Жолда бір адамдарға таш тұрады. Же бір тикен тұрады. Ошоны алып таштау имандан. Уялу бұл иманның бір бұтағы деді пайғамбарымыз. Ан Умран ибн Хусейн ан Наби саллаллаху алейхи ва салламнан риwayatlanan хадисте, Умран ибн Хусейн риwayatlanan хадисте: "Ал-хаяу ла яти илля би хайр." Уяттуулық жақсылық менен келеді деді. Уялу жақсылық ғана болады уялудан деді. Пайғамбарымыз башқа бір хадисте айтқан:
Al-hayya kulluhu hayr деген. Уялуның барысы жақсылық деген. Al-Ashajjil Asri radhiyallahu anhu айтады, пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушул сахабаға айтқан екен, сенде екі өзгөчөлүк бар деген екен, екі жақсы мүнөзүң бар деген екен. Аллах жақсы көреді деген екен ошол мүнөзүңдү деген екен. Екі сыпатың бар, Аллах ошоны жақсы көрді деген екен. Ал қайсы десе, al-hilm wal-hayya деген екен. Жұмшақтық жана ошондой эле уялуу деген екен. Ушул сахабаны Аллах жақсы көрген екен. Мына ошондуктан жумшактык, уялчактык, бул нерсе жакшы адептерди, жакшы кулк мүнөздөрдү ислам алып келген. Жаман мүнөздөрдү ислам кайтарган. Эми азыркы кезде ислам мүнөздөрү, ислам адеп ахлагы айтылса, бул адеп ахлактар азыркы кезде бул заманга туура келбейт. Азыр адамдардын түшүнүгү башка, адамдардын жашоосу башка. Бул пайгамбардын доорундагы адамдарга таандык дейт. Бул инсандар түшүнүү сууга айтсын бар. Бул пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам уялуу имандын бир бөлүгү, имандын бир бутагы деди. Уялуу чыныгы адеп ахлак кыяматка чейин болот. Бул эң сонун адеп ахлакты бул ислам дини алып келди. Эгер инсан уялбаса, билген иштей берет. Анан мына ошондуктан кээ бир инсандар, бизде ушундай жаман түшүнүк бар, уялган инсанды бул артта калган инсан деп түшүндүрүшөт. Мына ошондуктан инсан баласы уялуу менен эң жакшы, Аллах жакшы көргөн бир сыпатка ээ болот экен. Эми качан уялыш керек, качан уялбаш керек? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, эки адам илимге жетпейт дейт. Мустахи ва мустакбир. Уялган, уялчак, экинчиси текебир. Уялчак уялып отура берет, эч нерсени сурабайт. Акыйкатты сурабайт, үйрөнбөйт. Акыйкатты сураганда уялбаш керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга Мадинадагы аялдар келди. Я Расулуллах, инналлах ла ястахи анил хак. Аллах акыйкаттан уялбайт. Хайыз, нифас маселелерин сурашып, кала берсе кандарын түсүнө чейин айтат эле. Азыркы кезде бул маселени сурасам эмне болуп калар экен, эмне жаман болуп кандай шерменде болом ал сурай турган болсом деп уяла берсе, бул болбойт. Эми текебир. Ал эмнени билет эле ал? Ал киме? Ал ким ал дейт. Мына бул текебир. Бул хадис билем мен ал. Сура менден сура. Мен баарын билем дейт. Ал кайдан билет ал? Анын илими жок ал. Ал алымдардын немесин сүйлөшөт азыркы кезде. Ал алым тигинде бул, мындай ал. Ал эч нерсени билбейт. Бул текебирчилик. Ал текебир өзү үйрөнбөйт бир нерсени, башкаларга билгенин да үйрөтпөйт. Бул текебирчилик. Ошондуктан мына Айша энебиз ансарлардын аялдарын мактаган экен. Алардын уяттары, уялуулары динди үйрөнүүдөн кайтарбайт деген экен. Алар ансарлардын аялдары шариятты үйрөнүүдө уялган эмес. Мына ошондуктан динде акыйкатты суроодо уялуу деген нерсе болбойт. Эми мына ошондуктан инсан баласы аябай этият болуш керек. Бул уялуу деген нерсе исламды адамдарга жакшы көрсөтөт. Эми уяла турган жерде уялыш керек, уялбай турган жерде уялбаш керек. Мисалы үчүн акыйкатты айтууда уялбаш керек. Азыр сүйлөп койсом адамдар эмне дейт менин сөзүмө деп уялбаш керек. Көптөрү даават кылганда, жакшылыкка чакырганда, жамандыктан кайтарганда уялат. Сен чык, сен айт, мен айт, сен айт, мен айт деп. Жана ошондой эле сакалы менен бир адамдардын арасында отуруп калса, өзүнчө эле уяла берет. Эмнеге уяласың? Уялба. Бул чак сакал чындык. Бул сүннөт экендигин баяндай бер аларга. Эми бир киши, ошол Имран Хусейн радиаллаху анху айтат да, бир киши уяттуулуктун жаман жакшылыгы бар деп айтат. Ошондо ага жооп берет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадисин айтпадымбы? Уяттуулук баарысы жакшы деп. Уялуунун баарысы жакшы деп айтпадым беле дейт. Ушул жерде эки уялуу бар. Эки сыпаты бар да уяттуулуктун. Биринчиси, Аллах Таала аны жаратканда уяттуулук сыпаты менен, уялуу сыпаты менен жараткан. Ал инсанда төрөлгөн кезинен эле уялуу деген нерсе бар. Аябай сонун уялуу деген нерсе бар. Жанагы бир сахабаны айтпадыкпы? Аллах сенин сенде бир сыпатың бар, Аллах сени жакшы көрөт дегенде пайгамбарыбыз айтты, ал сыпатты кайсы өзгөчөлүгүң үчүн мен Аллах жакшы көрүптүр деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан сураганда не деди? Ал-хилм вал хайя деди. Жумшактык жана сенде уялуу деген өзгөчөлүк бар деди. Бул сахабанын жаш кезинен эле өзү уялуусу болгон. Аллах берген. Кээ бир адамдардын табиятында
төрөлгөндөн баштап эле жаштык кезинен эле уялуу деген нерсеси бар. Бул бар. Эми она Умар ибн ал-Хаттаб радиаллаху анху айтат: "Ман истахия ихтафа". Ким "Ваман ихтафа иттаqa, ваман таqa ваqa, ваман иттаqa ваqa". Ким уяттуу болсо, амалдарын жашырын жасайт дейт. Ким жашырын орындаса амалдарыны, ал Аллахка таква кылган болот дейт. Таква кылган болсо Аллах аны сактайт дейт. Мына хадис Усман радиаллаху анхудан келген узун бир хадис бар. Мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мына ушул үйүндө эки санын ачып алып жаткан кезде Умар радиаллаху анху кирет. Ал эмне? Аны менен отурат, аны менен сүйлөшөт, эч кандай ал жерден жатпайт. Бирок Усман радиаллаху анху келгенде эмне? Сауа сиябаху, жанагы кийимине таштап койду. Саныны жабып алды пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Ошондо Айша энебиз: "Умар келгенде саныңызды жаппадыңыз, Усман келгенде саныңызды жабып алдыңыз" дегенде: "Ала астахи мин ражулин тастахи минхул малаика". Периштелер уялган кишиден мен уялбаймынбы дейт. Усман радиаллаху анху периштелер уялган экен. Периштелер уялган экен. Пайгамбар уялып атат Усман радиаллаху анхудан. Мына уялуу сыпаты канчалык даражага көтөрдү инсан баласын. Уялыш керек, мусулманда уялуу деген нерсе болуш керек. Эми экинчиси муктасаб деп коет. Бул биринчиси жаштык кезинен эле уялуу сыпаты бар. Экинчиси муктасаб, адам өзү иштейт буга. Уялуу деген сыпатка өзү иштейт. Хадистерди окуйт, жанагы аяттардан окуп үйрөнөт, Аллахка шүгүр кылат, Аллахты тааныйт, анын улуулугун билет, өлүмдү эстейт. Анан күнөө жасаганда адамдардан жалгыз калган кезде анан уялайт адамдардан. Буга адам өзүнүн аракети менен жетишет экен. Эми уялуунун орду жүрөктө болот. Ошондуктан бул жүрөктөн чыга турган нерсе. Мына ошондуктан Аллах жанан элчиси уялууга чакырган экен. Бул жерде исламдагы уялуунун орду өтө жогору экендигин билдирет. Эми каалаганыңды жасай бер десе, күнөөгө ислам түрткөнү жок бул жерден. Ушундай түшүнүп албаңыздар дагы. Күнөөгө түрткөн жок бул жерде. Кайра күнөөдөн тартып атат адамзатты. Күнөөдөн кайтарып жатат. Бул жерде каалаганын жасай бер деген маани эмес, ошол күнөөдөн кайтаруу бар дейт. Иза лам тастахи фасна машит. Эгер уялбасаң каалаганыңды жасай бер дегени коркутуу бар бул жерде. Ошол нерсени жасай турган болсоң, сөзсүз азабын тартасың. Жазаң, сен жазасыз калбайсың деген. Ошол инсан баласын ошол жаза менен коркутуу менен ошол Аллахтын азабынан, ошол жаман иштен кайтарып атат. Уялуу инсанда болбосо, анын жашоосуна бул уятсыздык сөзсүз таасирин тийгизет. Инсан баласы адам менен арамдын айырмасына барбайт. Жана ошондой эле ал жакшы жаман амалдардын айырмасына барбай жасай берет. Жана ошондой эле адамдардын алдында да уялбай калат. Азыркы кезде авраттарын ачып жүрбөйбү? Авраттары көрүнүп билинип эле турбайбы? Баскандарда, турганда да бүт ушул уятсыздыктан. Уятсыз. Бар, уялуу деген нерсе жок. Анткени эмне үчүн кээде таң каласың? Акылын иштетпейби? Могул авратын жаппайбы деп таң каласың инсан баласы. Кээде таң каласың. Эмне үчүн? Алар уялбай калган. Эмне үчүн? Ошол жакын туугандарыны байкесинин алдынан, жагасынын алдында эмне үчүн уялбай калган? Анткени жүрөктө уялуу деген нерсе жок да. Жүрөктө уялуу деген нерсе болгондо анда авратын жабат болчу. Уялуу болбогондун себептүү ал уят жерин жаппайт да. Мына ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам уялуучулардан бол деди. Мына ошондуктан инсанда уялуу деген нерсе болбосо бузуклукка барат. Мына ошондуктан бул уялуу деген нерсе өткөн пайгамбарлардын үммөтүндө да болгон экен. Жана ошондой эле ошол пайгамбарлардан акыркы пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга чейин сакталып келген экен. Мына ошондуктан уялган киши ага айырмасы жок. Адалбы, харамбы, күнөөбү, күнөө эмеспи, ага карабайт. Мына ошондуктан дейт, уялуу болбосо иман акырындап, алсыздап барып, не кишинин иман акыры барып жоголот дейт. Эми эң Аллах Тааладан уяла турган инсандар кимдер? Алымдар. Иннама яхшаллаху мин ибадихил улама. Аллах Тааладан эң корккон инсандар булар алымдар дейт. Бул хадисти дагы окуп коелу дагы бир. Истахию мин Аллах хаккал хая. Аллах Тааладан чынык уялуу менен уялгыла. Кала кулна я Расулуллах, инна настахи валхамдулиллах. Ушунда сахабалар айтышты. О Аллахтын элчиси.
Biz Allah Taala'dan чыныгы уялуу менен уялабыз, Аллахка мактоолор болсун. Ошондо пайгамбарыбыз айтты: "Кала лайса зак", ал эмес деп. Ал уялуу эмес. "Валакин ал-истихя мин Аллах хаккал хая", бул Аллахтан болгон чыныгы уялуу, "ан тахфаза раса ва ма ваа", башыңды сакта деди. Башыңды сакта деген эмне? Башта эмне бар? Көзүңдү арам нерседен сакта, кулакты арам нерсени угуудан сакта. Жана ошондой эле тилиңди жаман сөздөрдү сүйлөп коюудан сакта деген экен. Мына ушул уялуу. "Ан тахфаза раса ва ма ваа вал батна ва ма хава", курсагыңды сакта, арам нерсени жеп ичип коюудан сакта деген экен. Мына ушул уялуу деген экен. Мына ошондуктан инсан баласынын эң урматтуу мүчөсү бул баш болот. Мына ошондуктан Аллах пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям чыныгы уялууга буйурду. Бул хадистин кыскача мааниси мына ушундай. Валлаху алам, саллаллаху алейхи Мухаммадин ва алейхи ва сахбихи ва саллам.